Алькатрас түрмесін көптеген шытырманды фильмдерден көрген боларсыздар. Егер сізге бұл түрмеден шын өмірде тұтқындар қашып кеткен десем, сенесіздер ме? Оған қоса 50 жылдан кейін хат жазып, қашқанын мойындаған десемше. Ал асықпай, бұл оқиғаның анық-қанығын біліп көрейік. Бәріне сәлем достар, сіздерді Real Nar арнасында қош көрдік. Алькатрас түрмесі 1934-1963 жылдар аралығында жұмыс істеген. Бұл жерді Американың ең танымал қылмыскерлері мекендеген. Мысалға, мемлекеттің нөмір 1 жауы Джордж Оқшашар Келли. Тіпті Аль Капоненің өзі де бұл түрмеде отырған. Алькатрас абақтысын арнайы ең қауіпті қылмыскерлер үшін құрған. Мұнда өте биік қабырғалар, қаруланған күзетшілер және теңіздің тас суымен қоршалған арал. Ал қашып көр бұл жерден. Не атып тастайды, не Сан-Франциско шығанағында мұздай суда батып өлесің, не акулалардың тамағына айналасың. Шығанақтағы су ағысының жылдамдығы соншалық, тіпті тәжірибелі жүзушілер санаулы секундта батып кетеді деп айтады. Алькатрас әлемдегі ең мықты қорғалған абақты атағына лайықты болғанымен, 2013 жылы бір қызық жайт орын алады. Полицияға 50 жыл бұрын Алькатрастан қашып кеткен адамнан хат келеді. Ол қалай болғаны деп сұрарсыздар. Бірге анықтап көрейік. 1962 жылы Алькатраста отырған 4 адам қашамыз деп жоспар құрады. Жоспарға жауапты адам Фрэнк Моррис есімді тұтқын болады. Фрэнк біразды көрген қылмыскер болатын. 13 жасында алғаш рет сотталған, қысқасы тәжірибесі жетіп артылады. Оған қоса Фрэнк өте ақылды адам болған. Ол 1950 жылдары Луизиана түрмесінен қашып кетіп, сөйтіп Алькатрасқа түскен. Екінші және үшінші қашқындар ағайынды Джон және Кларенс Англин болған. Джорджиядан шыққан ағайындылар банк тонаумен айналысқан. Бір қызығы, ешкімді жәбірлемеу үшін олар ойыншық қарумен қылмыстарын сәтті жасап жүрген. Ақыр соңында қолға түсіп, ойыншық қаруларына қарамай 20 жылға сотталып кеткен. Аннан қашып, мыңнан қашып, Алькатрас абақтысынан бірақ шыққан. Төртінші қашқынның есімі Ален Уэст болған. Оның кәсібі автокөліктерді тонау. Флорида түрмесінен қашып бара жатып, ұсталып, оны Алькатрасқа жіберген. Бұл төртеуі көршілес камераларда отырып танысқан. Осылайша қашу жоспарын ойластыра бастаған. 6 ай бойы олардың әрқайсысы өздерінің камераларындағы желдету саңлауын жаймен кеңейте бастаған. Фрэнк Морристің тапқырлығымен шеберханадағы өткір заттар, асханадағы қасықтарды пайдаланған. Одан бөлек шаң сорғыштың моторынан бұрғы, яғни дрель жасап алған. Ал құрал саймандарын қабырғадағы тесікке жасырып, бетін боялған картонмен жапқан. Қашқындар өз жұмыстарын музыка сағаттарында жасаған. Алькатраста тұтқындар музыка тыңдаған. Қабырғалардағы тесіктер дайын болғанда, олар жаймен жоғарғы қабатқа көтеріліп, құтқару жилеттерімен 4 метрлік қолдан жасалған қайықты дайындап қойған. Қайықты жаңбыр плащтарын тігіп, құрастырған және қатты ағыста жүзу үшін ағаштан ескек дайындап қояды. Күзетшілер ешнәрсе сезбеген, себебі қашқындар керуеттеріне осындай манекендер қойып жүрген. Ол манекенді сабын, тіс пастасы, дәретхана қағазы және бетонның шаңынан жасап алады. Манекенге түр әлпеттерін салып, бастарына түрменің шаштаразынан шаш ұрлап, жабыстырып қояды. Тұтқындар шығанақты жүзіп өтіп, құрлыққа жетіп, көлік ұрлап, қашып кетуді жоспарлайды. Қашатын күні тұтқындар абақтының шатырына шығып алады. Тек Ален Уэст қана қалып қояды. Ол қабырғадағы тесікті цементпен қатырып тастайды, күзетшілер байқап қоймасын деп. Цемент қатып қалады. Ален оны ашам дегенше, оның достары қашып үлгереді. Қашқындар желдету шахтасымен жерге түсіп, тікенді сым қоршаулардан өтеді. Одан кейін электр станция маңайындағы жағаға барып, сырнай, яғни гармошка арқылы қайыққа жел беріп, су бетіне шығады.
электростанция жаққа прожекторлар дұрыс жарық бермейтін. Ален Уэст қашып үлгермегендіктен қашу операциясы жайында көп мағлұмат бар. Енді 2013 жылға оралайық. Полицияға келген хатта өзін Джон Англин деп таныстырған адам түрмеден қашып кеткенін мойындайды. Қалған екі қашқынның бірнеше жыл бұрын қайтыс болғанын және өзінің ракпен ауырып өлейін деп жатқанын жазады. Полицияға мынандай ұсыныс жасайды. Мені 1 жылға соттап, емдесеңдер өз еркіммен беріліп, кінәмді мойындаймын. Бірақ бұл шынымен Джон Англин болды ма? Сарапшылар хатты мұқият тексеріп шыққасын, сәйкестік таба алмаған. Сондықтан ол хаттың шынайылығы күмән тудырады. 1979 жылы ФБР 1962 жылы 3 қашқында суға батып кеткен деп қорытындылайды. Бірақ олардың мәйіттерін ешкім таба алмаған. Сол үшін федералдармен көбісі келіспеген. Мысалы, ақштың маршалдар қызметі ол істі әлі жаппаған. Олардың айтуы бойынша, қашқындардың тым болмағанда бір мәйіті табылу керек болған. Соған қарағанда, олар аман есен қашып кеткен секілді. 1962 жылдың соңына қарай, атышулы қашудан кейін, Джон Пол Скотт есімді тұтқында Алькатрастың абыройына нұқсан келтіреді. Скотт Алькатрастан қашып, шығанақ пен Форт Пойнт деген жерге дейін жүзіп барады. Оны ауыр халде жатқан жерінен ұстап алса да, Скотт шығанақпен жүзіп қашуға болатынын дәлелдеп береді. Ол ешқандай қайықсыз, резеңкелі қолғапты пайдаланып жүзіп қашқан. Тіпті қазіргі кезде әуесқой спортшылар ол шығанақпен ойыншыққа жүзіп өтеді. Соған қарағанда Алькатрас тұтқындарын әдейі қорқынышты әңгімелермен алдаған секілді. Атышулы қашудан кейін біраз адамдар қашқындарға ұқсас адамдарды Американың түкпір-түкпірінде көрдік деп хабарлаған. Бірақ ол рас па, өтірік па, ешкім білмейді. ФБР-дің өзі ешқандай мәйіт, қайық таппадық, жақын маңайдан көлік жоғалмаған деп мәлімдеген. Десек те, бір шама уақыт өткесін Алькатрастың солтүстігінде орналасқан аралда қолдан жасалған қайық пен ескек табылды деген ақпарат пайда болады. Ол заттар қашудан кейін елтесі табылған. Ол аздай көк түсті Chevrolet көлігі жоғалған. Бұл ақпарат 2010 жылы жарыққа шыққанына қарағанда ФБР ұятқа қалмау үшін бұл істі жаймен жаба салған сияқты. Әйтпесе, сонша жыл бойы не үшін жасырған? Және қашқындар аман есен екендігінің соңғы дәлелі мына сурет. Бұл сурет 1975 жылы түсірілген екен. Суретте ағайынды Англин. Бұл суретті 90 жылдары Англиндер отбасына бір адам беріп жіберген. Ол адамның айтуынша 70 жылдары ағайынды Англинді көргенбіз. Жақында бұл суретті бет әлпеттен адамды анықтайтын сарапшы тексеріп, суретте шынымен де ағайынды қашқындар болуы мүмкін деген қорытынды шығарған. Осының бәрін ескерсек, 3 тұтқында аман есен қашып кеткен сияқты. Ал сіздер не ойлайсыздар? Комментарийге пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Қызықты видеоларда көріскенше ағайын. Сау болыңыздар.